5 билетті қандай кино таңдадың? Тамырыңнан қол үзбе. Тамырынан қол үзбе? Тамыр деген не? Ой, қазір көресің ғой, тыныш отырып мынаны жеді көрш. Мә, режиссер Жұлдызай Дүйсенбаева дейді. Анау кісі емес пе? Өр-өрме. Ой, иә. Астағфиралла, аспаннан тұттыңыз ба немене? Автовокзалға апарып тасташы. Мына телефоннан такси шақыратын болғалы, көшеде такси ұстаймай жатырмыз ғой. Немене, таксиге ұқсап тұрма менің түрім. Мен таксист емеспін. Түсіңіз машинеден. Мен білдей бір бизнесменмін. Не болсанша шіреніп, апарсасаң нең кетеді, ақшаң төлеймін ғой. Мен таксистке ұқсайын ба? 5 теңгені іздеп жүрген көшеге жағалап. Одан да менің ертең бизнесімнің ашылуының салтанатына келіңіз сіз. Шіреніп, көшеде жүріп, бизнесменмін дейсің ғой. Бизнес кім жүргізіп жатыр? Іс жасар кезде алдымен адам жақсылық жасау керек қой. Сол сенің бизнесің ашылмайды ау. Ашылады. Ашылмайды. Ашылады, барыңшы бар. Ашылмайды. Ашылады. Ашылмайды. Ашылады деймін. Есігің ашылмай жатыр. Ой, осы есікте. Қаяқтан ғана келдіңіз сіз? Қай жерден, терезеден кірдіңіз ба? Не істедіңіз? Бизнес жасау алдымен есігіңді жөндеп ал. Тоқтаңыз. Бұл ашылмайтын есіктен қайтып келіп жүрейін мына кісі. Ал. Болды. Кетіңіз. Алло? Мам? Қалыңыз қалай? Не, тағы басыңыз ауырып қалды ма? Жоқ, мам. Айттым ғой мен бармаймын. 10 жыл болды ғой осыны қайта айта бересіздер. Бармаймын ауылға. Мен ертең бизнесімді ашам. Сосын келін түсіреміз. Сосын сіздерді ауылдан алып келем қалаға. Ой, мам, қара дей бергеннес. Қара шаңырақ дегендердің барлығы үйін сатып қалада жүр ғой қазір. Болды, бармаймын, мам. Сол. İşte жасап жатқан шығар. Бош жермейді. Мынау бітпеген ғимарат қой бұл. Дұрыс адреске келдік па? Звондашы кәді. Телефон söndürülür. Telefon отключен. Телефон söndürülür. Не болды? Жоқ, осы жер. Мен өткен аптада келдім ғой. Ішінде жөндеу жұмыстарын жасап жатыр еді ғой. Сен де сонша ақшаны жайдан жай бере салдың ба? Ешқандай келісімшарт жасамадың ба? Мен келісімшарт анау дегенді білмеймін ғой, Ержан. Қаяқтан жасаймын ондайды? Олар маған айтты, Ресейден құрылғы келеді, ішін жөндеп береміз. Ашылуына дейін дайындаймыз деген. Сен де есің дұрыс па? Аяқ қой мыналар. Орынды қал. Жоқ, мен алдау мүмкін емес. Қалай алдайды мен? 3 миллион бердім ғой мен. Процентчиктер білсе, басымды алады ғой мен. Сен де. Кім олай? Есік ашық. Қазір. Ашам өзіме.
жігіттер не? Бастықтан саған сәлем. 48 сағаттың ішінде 3 миллион ақшаны қайтар. Ой, мен оны қалай табамын жігіт? Ержан, ей! Кел. Ей, не істеп тұрсың? Ой, сен қолыңа не болған? Сен үшін қосы. Жаңағыдай екеуі ма? Оңдыртпайды. Не істейміз, Қайтару керек ақшасын, не істейміз демес. Енді қайтарғанда маған ешкім ақша бермейді ғой. Мәшинемді сатсам 700-800 мың теңге болатын шығар, одан артық болмайды ол. Негізі вариант бар ғой. Ауылдағы сенің үйің бар емес па? Соны кепілге қойсаң қалай? Мамашка рұқсат бермейді. Ой, сен мамашка демей. Қарасайшы, тауып мені де оңдырмады. Ертең мамашың тауып болсын сен соны ойласайшы. Алло, мама. Қалайсыз? Мен ауылға қайтатын болдым. Сізбен ақылдасатын бір шаруа бар. Аха. Алло, мама. Мен ауылға қайтып жатырмын. Сіздің айтқаныңыз дұрыс. Еркін ағаның қай жиені ол? Адресі қандай? Аха. Дайын отыр ма? Мен барам да алып кетем. Бол, шығып тұрсын. Мен шұғыл шығып жатырмын ауылға. Бол. Не болып қалды оған, Мына тағы ажырап кеткен екен ғой. Осыны бір жөндету керек еді. Сендер отыра беріңдер машинаға. Дархан көке, көлікпен бірге ауылға дейін қанша сағат барамыз? Жолды кеспейді, бұйыртқан уақытта жетеміз. Мына көлігіңізбен әзір ауылға жетпейміз-ау. Ішінде хотя бы музыка қосқышыңыз бар ма өзі? Музыка не қыласыңдар? Қолдарында телефон бар. Болмаса өздерің айтыңдар. Ән айта аласыңдар ма өзі? Біздің әкесі айтады. Айтқанда қандай ол? Біздің мектептің жұлдызы ғой. Конкурстың бәрінен жүлде алып жүр. Әпкеңді аямай мақтадың ғой, Сен өзіңде ән айта аласың ба әпкең сияқты? Ой, менікі төбелес қой. Тайкондо, бокс, күрес. Онынан келгенде, онынан, солынан келген, солынан құлатамын. Әптен мақтаның ғой қазір. Ауылға барайық, мен балдармен сен күрестіріп, күшін сынап көрмесем. Сөз боп па? Любойын бірге бір. Бірге бір ме? Болдыңда, күресесің ғой? Күресем. Болды, күресесің. Ал, Жұлдыз, отырыңдар. Мәшинеге отыр да әніңді бастай бер. Қандай ән айтайын, көке? Қандай ән болғанда қазақша ән айт та. Ауылдың иісі аңқып тұрған, жарай ма? Ауылдың иісі? Көке, қатырасыз де, ауылдың иісі болмайды ғой? Ауылдың иісі болады. Ауылдың иісі болғанмен әннің иісі болмайды. Әннің иісі болады. Әннің иісінен сол ауылдың әнін айтсаң, сонда ауылдың иісі шығып барады. Алып кеттік, давай, отырыңдар. Мана, сумаларың жерлерің зілдей ғой, не апаратсыңдар ауылға? Киім ғой, басқа не? Киім? Ол, киім дегенде осындай зілдей бар ма? Өскен жеркең ұяң бәрінен биік бағасы, кәрі тау бөктері ағынды судың жағасы,
көк шалғын белі бар орманның қалың ағашы. Ауылым кең далам, мен сол даланың баласы. Ауылыма жердегі жәннатым, мен өзіңе қайта көшемін. Көрпе төсеп қарсы алатын өлең төсегім. Еш қалаға мүлде тең келмейтін, бәріне де ашық есігін. Құшағында мәпелейтін алтын бесігім. Қыздар, естідіңдер, қаладан әркес пен Замир келе жатыр. Жөндеп қарсы алайық. Қалай қарсы аламыз? Сонда үйден да дайындалып жатқан жоқ па? Иә, бауырсақ пісірді, мал сойды, құрдақ пісіріп жатыр ғой. Ой, ондай дайындық емес. Ол үйдегілердің дайындығы ғой, біздікі ерекше болу керек. Таптым. Типа пранк жасаймыз ба? Мысалы үйге кіріп келгенде бәріміз тылып қаламыз. Сосын олар таң қалып тұрғанда қолымызға шар алып шыға келейік. Ой, жоға, тосын сима, сондай бір нәрсе керек қой. Ертең де бізде қала қыдырып барғанда олар да бізді қарсы алады ғой. Талшын дұрыс айтады. Бізге нақты идея керек. Қалайсыңдар? О, қалайсыңдар? О, қалайсың? Не істеп жүрсіңдер? Не болып қалды? Не істеп жүрсіңдер? Не жоспар бар? Қаладан қонақтар келе жатыр. Сол жөндеп қарсы алуымыз керек. Қанша бала? Қашан келеді? Төбелесеміз бе? Қонақ келе жатыр десе, төбелесеміз дегенің қалай? Нұрхан, мынадан идея сұрып тұрсың ба? Бұл төбелестен басқа не біледі? Кім ол келе жатқан, не істеу керек, нақты айтсаңдаршы. Жоқ, олай емес, тоқтаңдар. Қысқасы олар келем дегенше қараңғы түседі. Бәріміз қақпаның ішінде телефонның жарығын қосып ұстап тұрамыз. Сосын мен жарықты жағып қалғанда Нұрхан мен Талшын екеуін қап-пұшканды атасындар, ал Шұға шарбарды ұстап шығады. Сосын бәріміз қош келіңдер деп ақыраймыз. Рупор болса ғой күшті болар еді. Ой, болмайды. Рупормен айқайлап жатқанда көршілер шошып кетер. Так, осы жоспарға тоқтайық. Кеттік дүкенге. Өзімізге керек заттарды алайық. Бағана айтпақшы Фархат. Бағана бір қызы естідім да, білесің бе бүгін ауылға кім келеді? Кім келеді екен? Кім келмейді шығар енді шынымен де. Бұғый! Әкіненен бір. Бағанам Нұрхандардың бір құпия жоспарларын ес қойдым. Қаладан Наркес келеді екен. О, қалайсыңдар? Фархат, Наркестің келетін естіп едім, көзін жайнап кетіпті ғой. Ой, олар түрлеріне қарамай қалалық қызға анағасы келеді ғой. Алында есінде ме? Наркеске гүл соямыз деп Нұрхан мықтап тұрып сызыларын беріп еді ғой. Кім айтып жүр ондай әңгімені? Ой, жоққа шығарып әуре болма. Бүгін Нұрханға есе қайтаратын күн туып тұр. Менде бір идея бар. Бізбен біргесіңдер ме? Конечно, айтсай. Так, короче, олар кешке келеді. Нұрхандар үйді безендіріп атқан кезде біз бір жерде тығыламыз. Мегаға қойсақ сосын. Иә, зүйді біз ана нені қосып жіберейік. Сосын олар қаққан кезде прикол ұстап айтамыз. Тоқта, Жақ, басың боқ. Болды, берілеме, балдар атпаңдар. Атпа балдар аттеме. Өй, не болып кетті? Сиренаны кім қосты? Ондай жоспарлаған жоқ едік қой. Білмеймін, оны кім қосты? Жас сен бе? Бәрін білдің ғой. Мен емес, шын айтамын. Бәрі шетінен қорғай кестір ғой. Қаққасатынан тапай қалдыр ма? Ой, Дархан көке, сізде шездан жоқ екен ғой. Жатыңдар деп. Не сұрауыз берілі соңыз? Сендер қызықсыңдар ма? Қаладан сендер үшін келген жиендеріңді үйсіп күтіп аласыңдар ма сендер? Жарайды. Ең бастысы аман есен үйге келдіңдер. Үйдегілерге сәлем айтыңдар, жарай ма? Мен кеттім онда. Біздің құранымыз сендердікінен де зор болып шықты ғой. Ой, көңілім көтеріліп қалды ғой. Ал, қош келіңдер.
бізге айтпай өздерің қарсы алмақ болып едіңдер. Жоспарларың болмай қалды ма? Ой, сенбе, сенен басқа не күтуге болады? Үнемі біздің жоспарға кедергі жасап жүресің. Түкте күлкілі емес, қорқыттым деп қуанып тұрсың ба? Бүкіл жоспарды құрттың. Ондай болса, қош көрдік. Байқауымша Нұрхан, сендер бізге тосынша жасамақ болған сияқтысыңдар ғой, иә? Иә. Керемет. Неде болса, естен кетпес. Ерекше болды. Не қып тұрмыз онда? Ішке кірейік. Жүріне шай ішек. Ой, мама, жолдың жағасында тұрғаныңыз емес, соғысқа кеткен жоқпын ғой. Үйде отыра бермейсіз ба? Келемін ғой, мама. Ой, құлыным-ау, келдің ба? Амансыз ба? 10 жылда бір келесің. Ой, мама, енді шетелде жүрген жоқпын ғой. Жүріңізші, қарным ашып келді, мама. Тамағыңыз дайын ба? Мама, таң атпай келу шарт па еді? Кейінірек келсек болатын еді ғой? Енді ауылға келген соң азан мен барып үлкендерге сәлем беру керек. Жүр, кеттік. Ассалаумағалейкум, көке. Қалайсыздар, амансыз ба? Балжан аман ба, көке? Жағдай жақсы ма? Ей, молодец. Ассалаумағалейкум. Неменем бар үйде күнде, я? Саламатсыңдар ма, қалайсыңдар? Болды. Кейіз, ма? Немелерге әңгіме айтып отыр екенсіздер. Дұрыс. Балалар сен кеше қатты қорқыттың ма, үйге келмей кеттің. Олар балалар ғой. Ренжіме. Қорқытқан несі? Ой, мама, кеше жиендерін күтеміз деп, балдар сөйтіп мына жерде пранк па, парк па бірдеңе жасады әйтеуір. Қорқытып. Естен кетпейтін күн болды қайта, көке. Иә. Апа, қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма? Не болды, апа? Түріңіз бозарып тұр ма? Ентігіп тұрсыз ба? Не болды сізге? Иә, жаңа малды өріске шығарып келдім, тегі жүрегім ташылды, бір түрлі болып тұрмын. Той, апа. Сол малды Дарханға айдатсаңыз болады ғой? Ой, Дархан кегелі жатыр ғой, білмеймін. Далаға шықпайды, бүк түсіп жатып алған не болған. Соған басым да ауырып тұр. Сон ойлап. Айта беріңіз, сіздің қан қысымыңызды өлшейін мен. Тұрыңыз. Қашық бір мазаңыз болмай тұр ғой. Апа, айтпақшы, сіздің дәріңіз де кетті. Ой, жаным, рахмет. Келіңіз. Мама, асқазан шұрылдап кетті ғой. Қарным ашты. Не болды? Айсат? Апаң қан қысымы көтеріліп кеткен. А сен жатсың мынау. Ой, біздің мамашка онша ауыр болды, дес бермейді. Мықты ғой. Ой, мен үшін дауласа бермеңдерші. Қазір дәрі ішіп алдым, бәрі орнына келеді. Апа, ішуін іштіңіз. Бірақ сіздің қан қысымыңыз ойнамалы болып тұр. Одан да сізге барып санаторийге барып демалу керек. Ой, мен кетсем мына үй малжай не болады? Ой, мама, қараймын ғой мен малжанға. Апа, қарайым деп тұр ғой енді. Одан да барыс демалыңыз. Сен ба? Мама, барарым десеңіз, бара берсеңізші, қараймын ғой өзім. Барсам барайын, ондай үйге ие бол. Ой, мама, басталды. Ана малға кім қарайды, қасыңда бір тамақ істеп беретін шүйке бастың жоғын қараш деп уайымдай берсеңіз, ауырып қаласыз. Одан да санаторияға барып, денсаулығыңызды түзеп келіңіз. Өзіңізге қарасаңыз. Апа, ойымдамаңыз. Одан да жақсылап бір демалып келіңіз. Мейлі онда барсам барайын. Иә, осы дұрыс болды енді. Онда мен қайтайын, иә, апа? Аман сау отырыңыз. Онда мен өзім шай қояйын, иә? Шай ішіп
калыпты ғой. Мал үстіне бағана кет қалыпты ғой. Давай малды шығарып Айзат апайдың шарбағына кіргізіп жіберейік. Екінші ұйықтап қалмайтын болады. Табылған ғой. Әйтпесе қорадан шығып кетсе, шарбаққа түсіп екеумізге жұмыс болады. Давай, кеттік. Ойбай, бақша шайқалып тұр өзінің. Давай помидорын теріп, үйге апарып бұзауға берейік. Давай, кеттік. Давай, ізде. О, таптым мен біреуін. О, Тайыр, мен біреуін таптым. Зауыр, мені біреуін тауып алдым. Қораға деді! Қақайда өріскейді. Қораға деді! Ақман, Айзат апай өріскейді деді. Қораға, чүр! Мен қарындар ашқанша өріскейді деймін. Балалар, сендерге бір тапсырмам бар. Қандай тапсырма ата? Біз бәріміз көлге барсақ па деп едік. Енді көл әлі салқындау. Сондықтан одан да Забира апайларының үй шаруаларымен айналысып, жұмыстарын тындырып берсеңдер. Ата, Забира апа ешкімнен көмек сұрамай өзі істеуші еді ғой. Не болып қалған Забира апаға? Қысқасы былай, Забира апа ауырып қалды. Ал Дархан көкем білесіңдер. Қалада жүріп, ауылдың тілегін ұмытып қалған. Қанша күн бойы мал өріске шықпай, аш тұр. Мал жайғау, бақшаның жұмыстары, жалпы үйдің тірлігі біздің қолымыздан келмейді. Бірақ сендер үйретсеңдер, біз әрдайым көмектесуге дайынбыз. Я, Замир, айтшы. Иә, оның не қиындығы бар? Үйреніп аламыз ғой. Дархан көкенің жалқаулығы қалай ашын? Я, Замирдің сөзімен келсем. Әйтпесе Дархан көке де осы ауылдан шықты емес пе? Олай болса, Дархан көкені жұмысқа салайық. Ауылды ұмытса, есіне түсірейік. Тамырынан қол үзген тірлігі тоқтайды. Давайте көмекке айленді де шақырайық. Досты кешіру білу керек. Шақыр. Мә, қыздар, осы неге Дархан көке ұйықтап жатыр? Ал неге біз жинауымыз керек? Бұлай болмайды ғой. Я, тұрып үй жиналмаса да, далада балаларға көмектесін. Сен істе, мен жатайын деген болмайды ғой. Дархан көке, тұрыңыз! Дархан көке, тұрыңыз, қазір әйтпесе өзім сүйреп шығарам сізді, бар ғой. Қыздар-ай, ұйықтап жатқан адамға көмектесу дұрыс емес деп ойлаймын. Ай, ақмақтар. Өшіл! Не шой? Мый жеп қойдыңдар ғой, ұйықтатпадыңдар ғой сендер. Дархан көке, бау-бақшаны тазалап жатырмыз. Ертең Забира апа келсе ренжиді ғой. Өзім-ақ тазалап алам е. Беріктің баласы. Мен Беріктің баласы емеспін. Мынау Беріктің баласы. Сен кім баласы? Мен Серіктің баласымын. Беріктің баласысың ба, Серіктің баласысың ба, қандай разница, а? Bir gel beri. Қаладан келген. Сен де бірге. Тұрны жерге. Кән бойларын көріш кәз. Екеуің кәз күресесіңдер, түсіңдер ма? Күреспейміз, бір жасқа келген жоқпыз. Одан да бақшаңызға қарасаңызшы. Дархан көке, күресіріп уақыт құртпайық. Қойыңдар шей. Қалай берсіңдер сөздерін. Дархан көке, күресін күреседі ғой. Нан самал саймыз қойдың. Сен не жұмысың бар? Алдындағы жұмысын істей берсейші. Істе ана жұмысын. Жүр, екеуің күресесіңдер қазір. Сен едің ғой мақтанып атқан. Күші күресесің ба? Дархан көке, тамағыңыз пісті ма? Қарныңыз шылдап кетті. Міне пісті. Дәл бұлай қазымыз ашпағанша. Дархан көке, көмек керек па? Жоқ, көмек ешқандай керегі жоқ. Міне өзім алып келе жатырмын. Тамақ пісті. Енді қарындарың тойдырып алыңдар.
ортаға қойып жіберейін. Міне, ал. Сонша күткен тамамыз осы ма? Туй, үйге қайтып келегет. Негізінде менің ешқандай кінәм жоқ. Картошканың өзі күйіп кеткен. Дымда күлкілі емес. Адам өзі қарны ашып отырса, не жейміз? Соны айтам. Сол бір қаладағыдай суши пицца болғанда заказ бере салады. Бұл қалаймыз ауылда ақшаны ысырап қылмай, тамақты істеп жеді. Көше тағамдары зиян және ол ас болып та жарытпайды, пайдасы болмаған соң. Қыздар, мына мен май жей алайық. Әйтсем мынада бітіп қалады. О, жақсы идея, мен сендерге. Міне, алыңдар нанды. Ал, былай жеп алыңдар. Кәне, ертең бар ғой, кешкісін жақсылап өзім шашлик істеп берем сендерге. Мақұл ма? Сөзіңізде тұрыңыз, шашликта кінәлі болып жүрмесін. Ой, жоқ, сөзімде тұрам. Мен шашликті қатырып істеймін ғой. Ал, шайдан алыңдар. Екеуің, сендер нағып қылып тұрсыңдар. Берге бер, кел. Мына екеуі осы үйдің екі жүгермегі. Сендерге қосыла алмай жүр. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, Дархан, сіз бізді қайдан көріп қойдыңыз? Енді көріп тұрсыңдар ғой сендер. Көлге бармағансыңдар ма? Көлге бармаймыз, ертең күшіліп тұрып шашлик істейміз, соған да келесіңдер, жарай ма? Әзір, міне, балдармен отырып шай ішіп алыңдар. Қармаймен, анды жағып тұр. Мен сендерге шай құйып берейін. Кән, күйген болса да жеп қойыпсыңдар ғой картошканы. Күшті болады негізінде. Біз кішкентай кезімізде осында күйген картошка жейтін едік. Айзат? Әй, не болды барлықтарыңа? Мен укол салады деп қорқып отырсыңдар ма? Одан да жүріңдер қорықпай. Үйге барып шай тамақ ішейік. О, жоқ, балалардың қарны тойып алды, я балалар, Жоқ, ашпыз! Ой, Дархан көке әлі ұйықтап жатыр. Ешкім жоқ, жүр кеттік. Байқа, сауып қанбай, Нұрхан біліп қойса оңдырмайды. Давай, жүр. Саған не сұмдық мынау? Сиыр жабырып кеткен бе? Бірақ кеше ғана мына аяқтың барлығын балалар тазалаған сияқты еді ғой? Жоқ ей, сиырды өріске Нұрхан айдап кетті ғой. Ал малдарды Шығай мен Талшын кезекке қосуға кетті ғой бағана ғана. Мына кім істеген анықтау керек. Ұстап, жақсылап тұрып сазайын бермесем. Келсем, ұрларды жазламаса болмайды. Бірақ қалай қолға түсіреміз? Я, шынымен қалай қолға түсіреміз? Менде бір идея бар. Жүріңдер. Жүр. Қыздар? Саламатсыз ба Айзат апай? Мұнда не істеп жүрсіз? Аталарың ауырып қапты, соған келдім. Сендер не істеп отырсыңдар? Біз сурет салып отырмыз. Айлин күшті сурет салады. Ой, неге айттың? Әне, суреттеріңді көрейін әке. Жоқ. Не болды, Айлин? Мен ұялып тұрмын. Неден? Балалар білсе мазақтайды. Айлин, олар мазақтаса, олардың ақмақтығы әкел көрейін. Жоқ. Берші әкел. Жансая, не бүлдірдің? Вау, мынау керемет қой. Мынаны өзің салдың ба, Айлин? Мынаны жасырудың қажеті жоқ. Бұл сенің жан дүниеңнің кереметтілігін білдіреді. Мен де соны түсіндіре алмай жүрмін. Негізі сурет салу кез келген адамның қолынан келе бермейді. Дұрыс айтасың. Жасырма бұны. Сіз де менің құпиямды біліп алдыңыз. Өтінемін, ешкімге айтпаңызшы. Жарайды жаным. Неге айтайын? Айтпаймын ешкімге. Мынаны ал мен аталарыңа барайын. Көрдің бе? Айттың ғой? Ұнады. Туф, егер балаларға жайып салса ше.
Қалалық, тоқта, қайда асық бара жатсың? Сен спортсмен дейді ғой. Тоқтамасам не істейсің ал? Жөнінде жүрсей. Саған тоқтар едік қой. Немісін бейдірсің бе? Шамана қарасаншы. Жолдан тұр бұлай. Тұрмасам шы. Не, қағып өтесің бе? Бауырым, тоқтаныспай, жөнінде жүрсей. Жөнінде жүрмесем шал, не істейсің? Жүрмесен, жүруіне көмектесем. Шашлықтың иісі керемет, е? Иә. Бүгінгі демалыс сынап жатыр ма бәріңе? Дархан көке, маған бүгін 2 балалар жабылды. Екеуін 2 жерге қададым. Қай балалар? Нұрланда емес пе? Кеше сен туралы сұрап жүрген сазайын бергеніне жақсы болыпты. Дархан көке, бір қалаға барып қыдырып келекші. Сіз бізді апарасыз қой, ә? Қалаға? Жарайды. Айзат әпкелеріңе де айтайық онда, е? Бізбен бірге қалаға барсын. Айтпақшы, кеше табаққа Айзат әпке бізді шақырып еді ғой. Шашлыққа шақыру керек еді ғой. Ұят болды ғой. Жарайды, ренжімес. Ертең қалаға бізбен бірге барады ғой. Дархан көке, шашлықта күйіп кетпесін. Жоқ, әлі пісуіне біраз бар. Онда шашлық піскенше өлең оқып жарысыңдар, е? Дархан көке, алдында Заурдың Инстаграм парақшасынан бір керемет өлең оққанын көргем. Заур, сен оқып берсеңші? Рұқсат болса бастайын. Қалаға хат, қаланы қопардың ба, шайқадың ба, бірақ бақыт таппадың, байқадың ба? Бақыт деген қалаға барған жоқ қой. Бақытты болғың келсе қайта ауылға. Бақыттың біреу едің жалпы адамның, артығын табамын деп арқаландың. Сен қалаға кеткенде бақыт деген қасында қалған еді қарт ананың. Иә, бақыт қалаға бармай қалған. Ауылда бақыт қия алмай қалған. Ал сен оны қаладан іздедің ғой. Қараш, өмір деген қандай жалған. Самағы сағыныштан ең ауырма. Сағынсаң келсеңші енді кел ауылға. Бір жола келмесең де тым құрыса, келсеңші тынуға, демалуға. Таста да жұмысыңды, сауығыңды, келіп бір қуантсаншы ауылыңды. Көлігіңді көрсету үшін келме, көру үшін кел еліңнің бауырыңды. Сені ауыл күтеді ел асыға. Келе жатқан шығарсың шамасы да. Сенде бір кәмбет артық болса, алып кел ауылыңның баласына. Қаладан үй салсан да хан қасына, ауылының үйінде барма сірә. Бір шеген артық болса ойланбастан, әкеліп қақ ауылдың ауласына. Ауыл солай биікте қалу керек, сол ауылға ерінбей бару керек. Адамның кіндік қаны тамған жерге, маңдайының тері де таму керек. Күшті, иә балалар, иә? Шапалақ ұрмайыз ба? Жоқ, ол күшті емес. Міне. Мына шоколадный жесейші. Не болды? Айзат, балаларға ие болып, мешіттің алдында кездесеміз, жарай ма? Дархан, түсіндіріп айтшы, не болды? Давай, кел. Дархан, не болды? Кеше не болды өзі? Қаладан дереу қашқандай болып, тез кетіп қалдық қой сені. Соны мен де түсінбей қалдым ғой. Дархан көке жол бойы сөйлеме келді. Я, мен білсем Дархан көке қаладан ауылға қашып келген сияқты. Тығыш қыздар, тығыңдар. Диас, дайындал, ұлар келе жатыр. Сталдым да? Өтінемін, жүгірер салыңдар, шені қайталанбаймын, шын сөзім. Шын сөзің ба? Шын сөзім. Шынымен ба? Шын.
Дархан көке жоқ, жер жұтып кетті ма? Үйде де жоқ, қайда кетті? Біздің үйге де бармаған. Айттым ғой Дархан көкенің бізден бір жасырған құпиясы бар деп. Дархан көке қашқын, қашып жүр. Кімнен? Қайда қашып кетті? Енді қалай табамыз? Жүнге Райзат әпкеден көмек сұрайық. Ол бізге Дархан көкені табуға көмектеседі. Дұрыс айтасың. Онда болса бәріміз Дархан көкені іздейік. Дархан көке табылса құпия да ашылады. Кеттік. Болды балалар, болды. Түсіндік па? Кешке кездесеміз. Айсат, Ал енді өз үйіңе ұрланып келе жатқанды қалай түсіндіресің? мен бәрін түсіндірем, Свет өшіріңдеші. Свет өшірсек, тағы қашып кетесіз. Қашпаймын ешқайда, өшіріңдеші деймін. Түсіндірейін дұрыс. Мен сендерге барлығын да түсіндірем. Былай, мен сендерді анамды алдадым. Ауылға мен анама көмектесу үшін келген жоқпын. Мен қаладағы өсім берушілерден қарызбын, 3 миллион. Олар мені іздеп жүр, қалай болсын табады. Негізгі жоспарым анамды алдап-сұлдап үйді сатып, ақшасын өсім берушілерге беріп құтылуым керек. Ал аяқ асты анам ауырып қалды. Сөйтіп жоспарым күл-талқан болды. Дархан көке, енді қалай құтыласыз? Іздейсіз. Жоқ Дархан. Қара шаңырақты сатуға болмайды. Бұның да бір шешімі табылады. Дархан көке, біз бір апта бойы детективтің жұмысын атқардық. Мына құжаттарды сендер өздерін тауып келдіңдер ме? Я, алдымен біз сіздің досыңыздың ізіне түстік. Сіздің достым деп жүрген Ержан алаяқтармен бірге екен. Досым деп қалай күдіктенбей жүре бергенсіз? Соңы таңғалым. Я, өсім берушілер оған да қысым көрсетсе, ендігі сізді іздереді ғой. Біз оларды аңдып, кезекті құрбандардың қалай қақпанға түскен түгел суретке видеоға түсіріп алдық. Олар іздеуде жүрген алаяқтар тобы екен. Енді арыз жазуға болады. Мына дәлелдерден кейін олар енді ешқайда қашып құтыла алмайды. Енді тығылмай еркін жүре берсеңіз болады. Сіз ауылда қаласыз ба, жоқ әлде қалаға қайта кетесіз бе? Ауылда қалады, ауыл деген жақсы ғой. Ой, білгешім-ай, қала жақсы, ауылдың несі жақсы? Олардың жоспарлары орындалмай қалды. Сіз қара шаңырақты сақтап қалдыңыз. Жоқ, мен емес. Сендер сақтап қалдыңдар. Жеңісте, еңбекте сендердікі. Мә, күшті кино екен ғой. Ауылға бармай кетті ғой. Мықты. Қой айдаған балалар сияқты мен де қой айдап киноға түсе аламын. Қойшы сені актер шықпайды. Біз қалақпыз ғой. Шыққанда еще как шығады. Мен тәуекел мүслиммін ғой мен. Бош тез кеттік. Қаға барамыз? Үйге ма? Жоқ. Хан синеманың кастингіне барамыз. Сол жерден өтіп, осы жерден сен мені көретін болсын. Мықты кенсің ғой, бақчаны.